Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін Салтанат, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін рулет дайындайтын боламыз. Ал ыдысымызға 6 жұмыртқаны шағып салып аламыз. Ағында, сарысында. Бұның үстіне үлкен қасықпен 5 қасық қантымыз саламыз. Енді бұны қатты ағартқанша, үлкейіп, аппақ маса болғанша миксерлейтін боламыз. Ал енді бұның үстіне қайнатып суытылған судан үлкен қасықпен 4 қасық су салатын боламыз. Тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Ал енді дайын массамызға үстіне ұнды салатын боламыз. Үлкен қасықпен. Бес қасық ұн саламыз. Електен өткізіп енді бұның үстіне 1 қасық разрыхителіміз салатын боламыз. Бір қасық разрыхителіміз салдық үстіне. Енді жақсылап араластырып аламыз. Ал дайын массамызды листімізге қағаз төсеп қойып шығамыз. 180 градус духовкаға 20 минут пісіріп аламыз. Рулетіміз пісіп шықты. Енді бұны қағазмен орап 20 минутқа демалтыратын боламыз. 20 минут уақыт өтті. Рулетімізді енді ашып, ішіне сгущенкамызды жағамыз. Қаласаңыздар жаңғақ майдалап салуларыңызға болады. Мен тек қана сгущенканы жағып шықтым. Барлық жеріне сгущенканы жақсылап тұрып жағып, қайтадан домалақтап орайтын боламыз. Ал енді рулетімізді әрлейтін боламыз. Мен бұның үстіне сгущенканы жағып, үстіне жер жаңғақты майдалап септім. Сосын малина мен ежен малинаны үстіне әсемдік үшін қойдым. Қалауларыңызша қоймасаңыздар да болады сіздер. Ал рулетіміз дайын. Өте дәмді, жұмсақ рулет шықты. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.